Бұл өмір. Әлем осылай жаратылған. Құдай мына еркек, әйел деп екі бөліп жаратқан. Мына еркектердің өзіміздің міндетіміз бар. Мысалы, машина құрастыру. Солай емес пе? Қанымызға сіңген нәрсе. Ал сендер әйелдер салонға барып, әдемі болып жүрмейсіңдер ме? Сонда мені әйел адам болғандықтан ғана тыңдағыларың келмейді ма? Енді өзің түсініп тұрсың ғой? Білесіздер ма? Мен кішкентай кезімнен машиналарды жақсы көргенмін. Осы заводқа мен өз білімім арқылы орналастым. Өйткені мен осы мамандықты аяқтадым. Және біздің инженер, бас инженер, мені өз ісінің маманы деп біледі. Кім? Марат па? Мұхтарович? Ол заводтың главный подкаблук емес пе?